бар су әкел аналарды талып қалды ғой аналарға. Ақбота сенбей айтып жатыр мына жақта қайта. Айттым ғой мен саған айта берме деп, енді мен не істеймін? Шат енді. Шат. Мына жақта Айшаны ұйықтатып жатырмыз. Тұрамын дейді ғой, бұл тұрамын дейді. Жоқ, болмайды саған тұруға. Ұйықта. Ал. Достар, анаяқта Алихан осы сөзді жаттап алғанша қайта айта береді. Қандай сөз, қандай мағына білмеймше айта береді осыны. Барып көріп келейікші біз. Не өйтіп айта береді екен ол? Мына жақта не істеп жатыр? Мен ана қызды ұйықтатып жатсам, Адия қойшы. Не деген сөз? Алихан айтып жүргеніне білмеймін. Бір апта болма, бір ай болма, не айта беретсің, Алихан? Мен мына қызды ұйықтап жатырмын, қоя тұршы десем, ана жақта не жерде отырып алып 6-7 деп айғайлап жатыр ғой. Не деген сөз, Алихан? 6-7. Мынаны көрген ба? 67 сабаққа келіңдер ма? Енді сол 67 сабаққа келсең, сөйтіп енді әндетіп айту керек па? Просто укради вата. Мынандай бар да 6-7 қолын сақ қою керек қой. Ойын бар ма сондай? Айтайын ба? Алихан ше 67 деген сан көрсе 80 деп қойып кетеді. Қаяқтан шыққан ғой, вообще мен түсінбеймін сол қаяқтан шыққан. Оның мағынасы 67. Мен атаның жасы қанша, өз айтады, атаның жасы 6-7 деп өзі айтып жүреді да. Сөйтіп әндетіп жүреді еще оны, я? Ол қандай мағына Айша? Айша 15, Адия 25, мен 44, 6-7, сіз 69, ал әкем болсам 666, ал ата болса 1x. Ол не? 1x. Сондай сандар бар. Сондай атақты сандар бар ма? 15 баласы. 15 көпесі. Ол 15 дегендерді естімеппін да, 6-7-ді айта бересіңдер ол бар. 69 деген бар. 6-9 деген бар. 6-9 дегенде бар ма? 69 бетке келгенде 6-9 деп тұрмасын. 65-ші 67-ші жаттығу болса да 6-7 дейді да, үстіп әндетіп кетеді. Қай жерден, бір жерден әйтеуір 67 санды көрсе болды, сөйтіп әндетіп кетеді. Түсінбеймін ғой мен, бұл ше не нәрсе деп. Сонда қарапайым еш нәрсесі жоқ, ешқандай мағынасы жоқ, Алихан, я? Сонда әшейін 67 деген сан дем арасында хит болып кеткен ғой. Алихан, я? Оның мағынасы, шығу тарихы еш нәрсесі жоқ, я? Еще қараңыздар, бұл артына жазып алған. Міне, 6-7 деп бұлай жазып апты арқасына ше. Осындай үстіп жазатындай хит болып кететіндей, мен таң қалдым, хит болып кететіндей, сонша не болып кетеп, я? Менде укради ванутта бар ғой 67. Ол ойын ба? Жаңағы қандай Роблокстың ішінде ойын ба? Білесіз ба? Адия да соған қосылып айтып жүр ғой. Адия, біздің Адия мағынасын білмейді, ондай ойын бар ма жоқ па, қаяқтан көрді білмейді. Біздің Алихан айтып жүрсе, сонымен қосылып Адия да айтып жүр ғой. Көп айта бермейді. Менде дракон камеони бар. Ондайлар да бар ма? Роблокстың ішінде ойындар көп екен ғой, Ақбота, я? Мен білмейтін ойындар көп екен. Көп беретін неғо срок элефант. Достар, мен бір айналып келсем, мына жақта енді сабақтың бәрін оқып қойып, мына жақта ойынын ойнап жатыр ғой. Шешебен! Қандай болады екен? Мен осы ойынды ойнап көрмеппін ше. Білмейді екем сол үшін. Қаяқтан шыққан, қалай шыққан, қайсысы? Укради Брайнрод ба? Брайнрод деген қайсысы? Еще достар, мына жақта осындайлар хит болып кеткен ғой. 67 биле, 6-7 дегенде. Мә, қырған. Болмайтын нәрсе да, сен сан ғой, я? Онда тұрған еш нәрсе жоқ, я? Ақбота, я? Мынау бала айтқан, по-моему, я? Сол бала айтқан ба? Сол Америкадағы сол бала, сары бала айтқанда, содан кейін хит болып кетіпті осы сөз. Былай қарап тұрсаң, ешқандай мән мағынасы жоқ, қарапайым ғана. Осыдан кейін хит болып кетті ма?
мыналардың ауыздарынан түспейді. Әлиханның да, Ақботаның да 67 көрсе болды. 67 дей береді ғой, е. Қараңыз. 61. 67 де. Осы ба? Осы баланың. Негізі испанец ба? Испанец ба? Ақбота? Мыналардың барлығы одан кейін қайталап істеген ғой. Еще көзім. Иә. Достар, болмайтын нәрсе қайталап істеп, тренд болып кеткен ғой. Тренд болып кеткен. Мына кішкентай бала. Көп айта берсе еш нәрсе қылмай ма оны? Мен қорқамын, айта бермеңдерші, тақ кеп қалмасын. Қара, қорқынышты екен, бірақ ана баланың түрі не жердегі. Соны айтқан баланың түрі қорқынышты ғой, қарасаңдаршы. Ауыстыршта. 6 қосу 7 кәдімгідей барлық жерде. Міне қараңыз. Болып жатыр ғой. 6 7 Мына әшейін қарапайым 67 деген сөзді айтсаң әнге айналдырар жерді. 67. Айта берсе еш нәрсе қылмаймын екен. Ақбота, қорқамын мен 67-дегі анау баланың түрі қорқыныш сияқты. Балазванда қалады ол. Айтқан балазванда қалмасын. 67. Мама білесіз ба? Ана 80 бала звонда қалуы мүмкін. 80-дағы бала. Бала соғыр, мен сол үшін айтып жатырмын ғой, аналарға айта берме десем, Әлихан деген кірсіп кеткен ғой. Болды, өшіш Әлихан. 67. Өші келтіріп тұрып айтады ғой, ше. Болды, өшіріп тастаңдар, мен қорқамын, кеп қаса. Қорқынышты емес, әше мағынасы. Звондап қаса, ше. Ана звондамайтын жар өтірік шығар. Бәрі ютубта өтірік істеп жатыр ғой. 67. Егер звондап қаса не істейміз? Айтпаңдар. Айтпаңдар. Әй, болды, қазір звондап қалады. Маған звондап келіп жатыр, қара. Звондап келіп жатыр. Қара, міне, не істейміз? Аламыз ба, бұны алмаймыз ба? Көрейікші. Қорқып жатыр мен алуға. Айттым бағана, звондайды деп сендер. Қайта беріңдер, қайта. Не, аламыз ба? Аламыз ба? Алып көрейік, қайта. Алмайық қойықшы. Алмайық қойық, қорқамын мен ше. Алмайық. Әлихан тағы звондап қалмасын. Енді айтпаңдар болды сөзді. Қоймай звондап жатыр ма? Тағы да. Бағана звондаған. Давай алшы. Ал құлағыма тосшы менің алып. Әлихан. Алдың ғой, я? Алло? Қазақша сөйлеп тұр бізге. Алло? Я? Біз айттық оны. Мәміні айтқаның анаған барады екен. Мазалап жатырмыз ба біз? Өлі айта бермейін дейді, мен жақындап қалдым дейді. Жарайды, мақұл. Мақұл, айтпаймыз енді. Жарайды. Қой дейсіз, қой. Біз не айтады? Мен бәрін білемін дейді. Маған сезіледі сендердің айтқандарың. Мен жақындап... Өтірік ол, мама, өтірік басқа адам ғой ол. Айта салайын. 87. Айта бермейдер. Мен сөйтіп айтты ғой, айта бермейдер. Сонда Ақбота, сен ойлайсың ба? Звондаған өтірік деп ойлайсың ба? Қаяқтан звондады, ол сезіп звондады ғой. Әдия талып қалсын. Айта бермейдер болды. Әлихан, болды, айта бермейдер. 87. Әлихан, айтпа. Ақбота, сен мен қасыма кел. Бар суға кел, аналарды талып қалды ғой аналарға. Ақбота, сенбей айтып жатыр наяқта, қайта. Айттым ғой мен саған, айта берме деп, енді мен не істеймін? Үшеуін барлығы. Не істеймін енді? Мен айтуға қорқып қалдым ол сөзді. Достар, бұл сіздерге арнап түсірілген біздің жай ғана мини фильміміз болды. 67 деген сан хит болып жатқандыға осыны түсірейік дедік. Расымен де, бірақ Әлихан сол сөзді айта беретін еді. Уже біраз уақыт болды ғой. Мен түсінбей жүретін едім, ол не деп сөйтсем, 67 деген сан кәдімгі тренд екен ғой, достар. Сөйтіп осылай ойдан шығарылған барлық ішіндегі жағдайдың барлығы ойдан шығарылған сіздерге арналған бұл мини фильм, достар, осы жерден біз видеоны аяқтаймыз. Пока! Кездескенше сау болыңыздар.